Ассаламу алейкум. Бүгін сухофрукт деген пирог дайындаймыз. Бұл үшін жылы суға ашытқанымызды ұнымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 15 минутқа қоямыз. 15 минуттан кейін секерімізді, жұмыртқамызды, тұзымызды және сары майымызды салып, араластырып, үстіне ұн салып, қолға жабысатындай қамыр илейміз. Қамырымыз ашығанша, көтерілгенше бетін жауып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше сухофруктыны блендерден езіп, үстіне секерімізді, тосағымызды салып, салмамызды дайындап қоямыз. Қамырымыз ашып көтерілді, оны екі бөлікке бөлеміз. Үлкен бөлігін формамыздың астына орналастырамыз. Ортасына салмамызды салып, бетіне кішкентай қамырдың бөлігін жаямыз. Пирогтың әсемдеуі өздеріңіздің қалауларыңызша, мен осылай әсемдедім. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, кунжут сеуіп, қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минут пісіреміз. Осымен пирогымыз дайын. Ас болсын.